елдің бәрі бақыт іздеп жүр. Солай ма? Мұны жазып отырған біз де, оқып отырған сіз де әйтеуір бақытты болғымыз келеді. Өміріміздің тыныш, тұрмысымыздың түзу болғанын қалаймыз. Бүгін сол бақытқа жетудің қарапайым ғана қағидаларын тоқталып кетуді жөн көріп отырмыз. Бірінші, адамды бақытқа жеткізетін бір себеп дүние ісіне өзіңнен төменге, ал дінге жоғарыға қарау. Ғұламалар кім бақытты болғысы келсе, дінде өзінен жоғарыға, ал дүниеде төменге қарасын деген. Яғни ақша, байлық, атақтан секілді бұл дүниелік мәселелерге адам ешқашан тоймақ емес. Жаяу жүрген кезіңде ең болмағанда велосипед алсам деп армандайсың. Велосипедке қол жеткізсең, енді бір көлік алсам дейсің. Көлік алғанда одан да қымбатынан көзің түседі. Біреудің ақшасына қызығасың, біреудің қымбат мүлкіне тамсанасың, біреудің үй әдемі екен, екіншісінің киімдері қымбат екен. Өстіп жүргенде өзіңе білінбей, менде неге жоқ, неде нағыз бағы ашылмаған сорлы ма деген ой ішіңде ақырын тамырын жайып өске береді. Бір күні бір шүгін жарғанда, сол кезде өз барыңды бағалай алмайтын халге түсесің. Сөйтсең, өз-өзіңнен жиіркеніп, бас кешіп кетесің. Ал мұның соңы айтпаса да түсінікті. Ашкөздікпен көрсе қызарлық адамды бақытты етпейтін айдан анық. Сондықтан көлігің жоқ болса, аяғы жоқ адамдардың ешкімнен қалыспай шат-шадыман өмір сүріп, бала-шағасын асырап отырғанын біл. Жұмысың ұнамай жүрсе, жұмысқа шыға алмай төсек тартып жатқан жандардың да бар екен есіңе түсір. Бір күні тамақ іше алмай қалсаң, кей адамдардың жоқтықты не ауруының себебінен бірнеше апта бойы ашқаса жүретінін ойла. Сөйтсе дәл өзіңнің қалпыңа қара. Сен қандай екенсің? Жағдайың қаншалықты қиын екен? Ал содан кейін дінде білім игеруде өзіңнен жоғарыдағыларды озып алға шыққандарға назар сал. Мысалы, сен әлі намаз оқымайтын болсаң, досың намаз оқып жүр. Сен бір сүре білсең, көршің 3 сүре жаттап алыпты. Сені ашуға беріліп, қатты сөйлеп қоятын болсаң, ағаң үнемі көркем мінез танытады. Міне, соларға қызық, солардың дәрежесіне көтерілуге талпын. Адам қызметте, кәсіпте өсуді қалағандай, иманның да күшеюіне мүдделі болса, бақытқа қарай жақындай түсетіні анық.